Сәлем достар, сіздермен бүгін Мако. Мен бүгін сіздерге осылай видеоны скачать еткен кезде осындай тиктоктың, инстаграмның сондай значоктар шықпау үшін не істейміз? Ол үшін біз мысалға кез келген видеоны аламыз. Мысалы инстаграмнан алатын болсақ, оң жақтағы үш нүктені басып, копировать ссылка дегенді басамыз. Сосын телеграм каналға өтеміз. Ол жерде поискқа жазамыз. Скачать видео из инстаграма деп жазамыз. Сол ботқа кіреміз. Сол ботқа кірген соң жаңағы скачать еткен, копировать еткен ссылканы сонда қоямыз. Қойып жібереміз. Мінекей сіздердің видеоларыңыз дайын болды. Осылай видеоны жүргізіп аламыз. Бірінші сөйтіп төбедегі үш кнопкасын басамыз и сохранить в галерею деген кнопканы басамыз. Мінекей осылай. Енді сіз бұл видеоны статусқа қойсаңыз болады. Мысалға WhatsApp-қа қойып көрейік. TikTok'та да дәл осылай жасаймыз. TikTok'та поделиться бөлімінде копировать ссылкаға кіріп, тоже осылай жасайсыздар. Егер сіздерге менің ақпаратым пайдалы болып жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіңіздер. Пока-пока.